Ағылшын тілі формуламен бүгін біз сіздермен мен газеттер сатып алмаймын, себебі мен оны оқымаймын, сөйлемін ағылшын тіліне аударатын боламыз. Бірінші, всегда мен туралы айтамыз. Енді бізде етістік жүреді, сатып алу ол бізде buy, бірақ та мен оны сатып алмаймын деп айтқан кезде біз бұл жерде present simple формуласы арқылы айтамыз. Яғни бізге do not көмекші етістігі көмекке келеді. I don't buy newspaper, газеттерді, newspaper. Себебі because мен оны оқымаймын. Read дегеніміз оқу, бірақтан біз оқымаймын деп болымсыз сөйлемге айналдырған кезде, ол бастауыш пен етістіктің арасында бізге көмекші етістікті қоямыз. I don't read it. I don't buy newspapers because I don't read it. Егер де сен де ағылшын тілін осылай қазақ тілімен формула арқылы байланыстырып, наконец-то сөйлеп үйренген кезде, алда болатын менің A1, A2, B1 деңгейіне арналған бастаушыларға арналған курсқа супер жеңілдікпен қатыса аласың. Толығырақ профильдегі сілтеме арқылы біле аласың.